ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі жалпы білім беретін пәндер бойынша 8-11 сынып оқушылар арасындағы республикалық олимпиаданың гимназияшылық кезеңіне қош келдіңіздер. Жастығыңды ізденуге арнаңыз, білімдарлық танытыңыз, талмаңыз. Асулардың білімнің бағындырып, өрлей бер, өркендей бер самғаңыз дей отырып, жалпы білім беретін пәндер бойынша гимназияшылық олимпиаданың құттықтау сөзін гимназия директоры Құсайынова Қорған Тұрсынбекқызына береміз. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі білім додасында өздеріңіздің жинаған білімдеріңізді жинақтап, оза шауып байғалатындарыңызға сенімдімін. Бүгінгі білім додасы ерекше өтпек, өйткені қашықтықтан өткізіледі. Біз осы уақытқа дейін қашықтықтан өткізілген аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарға қатысып, өзіміздің білімімізді сынап жүрміз. Олай болса, бүгінгі білім додасы барлықтарыңызға табыс тілеймін. Туындағы қырандай шарықтаған, ұрпақтарымыз өрлеуден жалықпаған, терең білім шалқар ой шабытпенен келешектің көгіне қалықтаған. Жас қырандар қанаттарын талмасын, даңқың сенің бар әлемді шарласын, мектебім жеңімпаздық дәстүрін жастарындар лайықты жалғасын. Дей келе өтілу ережесімен таныстырушы сөз директордың бағдар бойынша орынбасары Мадиева Ұлбосын Маңдайбаға береді. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі 8-11 сынып оқушылары арасында өткізілгелі отырған гимназияшылық олимпиада сағат 10-да басталады. Оқушыларға жұмысты пән мұғалімдері өздері таңдаған платформада жібереді. Оқушылар тапсырманы орындап, ақ қағаздың бетіне түсіріп, ұстаздарына жібереді. Ұстаздары ең жоғары балл алған оқушылардың жұмысын бізге жіберіп, біз аудандық кезеңге өткіземіз. Барлықтарыңызға да іске сәттілік тілеймін. Оза шауып байқалыңыздар. 2020-2021 оқу жылының жалпы білім беретін пәндер бойынша 8-11 сынып оқушыларына арналған гимназияшылық олимпиадада барлық шәкірттерге сәттілік пен шалқар шабыт тілейміз.